Дезо байламын салу іс-әрекет алгоритмі. Көрсетілімдері: иық бұғана сүйегінің зақымдану кезінде, иық сүйегінің шығуы және сыну кезінде қолданылады. Керекті заттар: медициналық эластикалық бинт, қолды өңдеуге арналған антисептикалық ерітінді және мақталы валик, жастықшалы валик қажет болады. Ең алдымен қолымызға стерилді бір рет қолданылатын зарарсыздандырылған қолғабымызды киіп аламыз. Антисептикалық ерітіндімен қолымызды өңдеп аламыз. Өңдеп алғаннан кейін науқасты өзімізге бет жағымызға қаратып орналастырамыз. Науқаста барлығы жақсы ма сізге тыныштандырамыз және сынған бөлікті анықтап аламыз. Қатты ауырып тұр ма? Тынышталыңыз, мен сізге қазір ем-шараны түсіндіретін боламын. Сізге қазір дезо байламын жасайтын боламыз. Ауруханаға тасымалдау үшін қолтық астына валик орналастырамыз. Шынтақ буын 90 градуста бөгіп, науқастың ішіне жақындатып орналастырамыз, бекітеміз. Кеудеге 2 тур бекітпені бастаймыз. Кеуденің алдыңғы бөлігімен өтіп, зақымданған қолдың шынтақ бөлігі, білек және білезік аумағымен өтеміз. Сау қолдың қолтық астынан өткізіп, арқа жақпен зақымданған қолдың алдыңғы бөлігімен өткіземіз. Бекіткішпен бинтімізді бекітеміз. Бізде дезо байламы аяқталды.